мұсылмандардың қуанып күткен мейрамы ғой. Иә. Жамағат қалай? Арыстан аға. Жамағат жақсы келген. Сонымен біздің Қарекең біраз шәкірттерімен тараух оқып, бір керемет тараух басталды енді. Енді Алла тағала көп түрлер айту керек. Былтыр Рамазан айында біз бәріміз Алладан сұраған болатынбыз. Келесі Рамазанға міне сен жеткізші, ораза ұстауды нәсіп етті, тарауыққа жеткізші деп. Соған біраз адамдардың дұғасы қабыл болып, біразының дұғасы Рамазанға жете алмай кетті ғой, ұстаздар, бауырлар біраз. Құдай тағалам бәрінің рахметін алсын, сонша тарауыққа тұрып жатқан кезде сол кісілер еске түсіп кетті да біраз адамдар. Келесі Рамазанға жеткізші деп қатар тұрған біраз адамдарымыз қабірде жатыр. Барса мұсылмандардың рахметін алсын. Енді мынау Рамазанға аман есен жеткеннен кейін қадірін біліп, аман есен бір жақсы сауапты амалдармен өткізуді нәсіп етсін. Әмин. Алла разы болсын. Арыстан аға, мынау біздің көрермендеріміз бар. Өзіміздің сол каналымызда жазылған бауырларымыз, бізді әрдайым тыңдайтын бауырларымыз бар. Сол кісілермен де амандасып қояйық. Сізге кім бұл, енді біздің кім екенімізді біліп отқан дұрыс қой деп, сізді таныстырайын, көпшілікке айтайын. Өйткені бұл кіммен сөйлесіп отыр деп түсінбей қалмасын да. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті мұсылман бауырлар, Алла тағала мынау келіп жеткен, иншалла жеттік деп тұрмыз ғой, есіктің алдында тұрмыз ғой. Алла тағала сол есіктен кіріп ораза ұстауды нәсіп етсін. Осы ораза айы бәрімізге берекелі болсын. Бүгін міне осы бірінші сәресіміздің алдымызда бізбен сұхбаттас болайын деп отқан бауырымыз, ағамыз, менің нағашы ағам болады, және ұстазым болады. Өмірде дін жолында да көп сабақ берген бізге, өмірлік жағынан да көп сабақ берген ағамыз, ұстазымыз. Қазір осы Сайрам ауданында, біздің ауылымызда, Құтарыс ауылды мешітінде имам, ұстаз болып қызмет етіп жүрген, Қазақстанда көп аудандарда, солтүстік Қазақстанда, оңтүстік Қазақстанда көп аудандарда имам болып қызмет атқарған ағамыз, Арыстан деген ағамыз болады. Осы кісімен сұхбаттасамыз. Тақырып осы қадір түніне, осы алдымызда келе жатқан Рамазан айының ішіндегі кейбір жайттерге байланысты сұрақ қоямыз, ұстазымыз жауап беретін болады иншалла. Қош келдіңіз, Арыстан аға. Амин. Барша көрермендерге ассалаумағалейкум деп қояйық. Алла береке берсін. Арыстан аға, бізде көп сұрақтар осы басталған кезде, жақындап қалған кезде өзі есімізге түсіп жатады ғой, пендеміз ғой енді. Айтпақшы, бүгін сәресі екен ғой, оған не істейтін еді деген сияқты сұрақтар ойланып қалып, содан кейін жаңағы сұрақтар қойып жатамыз бірімізге. Сол кішкентай болса да бір пайда болып қалар деп, осы сәресі жайында қозғасақ деп. Жалпы осы сәресі деген не өзі бұл? Сәресінің мәнісі не бұл? Осы сәресінің мәнісі жайлы, бұда бір жақсылық, қандай жақсылық бар бұл өз сәресіде? Сол жайлы кішкене айтып өтсеңіз. Бисмилля, алхамдулилля. Негізі исламда барлық нәрсе айтылған, қамтылған. Сосын исламдағы айтылған дүниелердің барлығында береке бар, пайда бар. Біздің қазіргі заманауи сөзбен айтатын болсақ, исламдағы барлық шартта 100% адам баласы үшін пайда бар. Парызында да, уәжіпте де, сүннетте де, мұстахабта да тек пайда ғана бар. Адам баласының екі дүниесіне жақсылық әкелетін. Сондай жақсылықтардың бірі бұл сәресіне тұру. Өзі араб тілінде сухур деп айтылады. Сәресіне тұру. Бұл сәресінде Пайғамбар саллаллаху береке бар деді ғой. Біздің аталарымыз, баяғы әжелеріміз әдемі ұстанды ғой. Кәдімгідей дайындалып, сәресіне оятып, бала шағаны оятып, тұрғызып сөйтсек, енді мына кейін кітап қарап, ұстаздардың алдында отырып, ұстаздардан үйренгенімізге қарап тұрсақ, бала шағам берекелі өмір сүрсе екен,
Құдайдың бір ризалығына бөленсе екен деп кішкентай балдарына тұрғызған сол екен сәресіне. Сол сәресінде береке бар екен, олар білген, түсінген, сосын оны қолданған, пайдаланған. Сөйтіп бала шағасын да өздері де екі дүниелік жақсылықпен өмір сүрген. Бізде енді осы нәрсеге көңіл бөліп келе жатырмыз ғой қазір. Сол сәресі деген ол парыз нәрсе емес. Бірақ енді қарын ашуынан қорыққан адамдар міндетті түрде тұратын дүние енді ол. Жаңағы кешке астында өліп қаламыз ба деп уайымдап жүргенсіздер. Әйтпесем дәл қазіргі уақытта барлық адамның қарнында 2 күн тамақ жемесе де қорытылатын тамақ бар. 2 күн жемей қойса да бәрібір асқазанда қорытылатын тамақ бар бізде қазір. Сонда да әйтеуір үйреніп қаламыз ғой, таңертең жемесек ашып өліп қалатын сияқты. Бірақ сәресінде пайғамбар саллаллаху бір жұтым су болса да ішіңіздер деп осы сәресіндегі судың бір ерекше атап кеткен. Бір жұтым болса да су ішіңіздер деп ерекше атап кеткен. Енді қазір ғылым біледі ғой, дәлелдеп отыр ғой, адам баласының бойында 70-80% су болатындығын, тамаққа 2 аптаға дейін жемесе де шыдауға болады екен да, ал суға 3 күннен артық шыдай алмайды екен адам. Сол үшін де сәресінде тұрғаннан кейін осы су, ең болмағанда су ішуге тұрған жақсылық. Ол береке бар деп отқаным, денсаулыққа пайда, кешке дейін шөлдемейді, және ораза ұстап жатқан кезде оны қайта мазаламайды да, шөлі басқасы мазаламайды да. Кей кезде адамның өз нәпсісіне еріп, бекер ұстадым ба екен, шөлдеп өлетін болдық қой деген сияқты ойлар мазалайды адамды. Сонда осы су ішкеннің берекесі бар. Сәресіне тұрудың жалпы берекесі. Енді сырлары көп енді сәресінде. Осы Арыстан аға, сәресінде бізде жаңа дұрыс айттыңыз, Алла разы болсын. Кейбір кісілер мынандай сұрақтар қойып жатады ғой. Мен бүгінгі оразамды ашып қойдым дейді. Неге десе, сәресіге тұра алмай қалдым деп. Бұл сәресі жаңағы оразаның бір парыздарына кіріп кеткен сияқты болып көрінеді. Осыны кішкене жаңағы сәресіге тұра алмай қалған адам не болады? Нәпіл ораза мен бұл парыз оразаның сәресідегі ниетіндегі айырмашылығын кішкене айтсаңыз дұрыс болады деп ойлаймын. Енді халық біледі ғой біраз. Сонда да еске түсіру үшін айтайық, Алланың разы болсын. Жалпы Рамазан айында ең үлкен дүние, бірінші тұратын дүние ол сәресі емес. Ең үлкен дүние, бірінші тұратын нәрсе ол ниет ет. Рамазан айындағы оразаға байланысты айтып отырмыз. Бірінші ниет қылу. Яғни ниеттің өзінің айтылатын уақыты бар. Ол күн батқаннан сәресі уақытына дейін ниет айтып қою керек. Ниет етті мына келіп жатқан күннің оразасын, Рамазан оразасын ұстамаққа деп дауыстап айтпаса да, ішінен айтса да, бірақ ниет қылу ол парыз. Ал енді күн көтеріліп кеткеннен кейін ұйқысынан тұрып алып жататын болса, енді ол Рамазан оразасында сәл қиындау болып қалады екен. Ал нәпіл ораза кезінде, Рамазан айынан басқа уақыттарда, ол кезде күн шығып кетті, ұйықтап қалған, күн шығып кетті. Енді бүгін дүйсенбі екен, ораза ұстай салайын, нәпіл ораза, немесе бейсенбі екен, ораза ұстай салайын деп біреу хабарласып қалды, бүгін ораза ұстап жатырмыз, кешке ауызшарға келді деп қалған шығар. Міне осы кезде нәпіл оразада бір жақсы жері таңертең ештеңе ішіп жемеген болса, ниет етті нәпілінен ораза ұстамаққа деп ара кете берсе болады. Ал бұл Рамазан айы не үшін күндіз айтылмайды, ниет түнде айтылады. Күн батқаннан сәресіне дейін айтылады десе, Рамазан айының әр күннің өзі үлкен дүние. Үлкен. Біз әшейін қазір ораза деген ашығу, аздан кешке ештеңе жемейсің, кешкен ауызшарға барасың, 2 қолмен ұрасың, тарауға оқысаң оқыдың, оқымасаң сәресіне обязательно тұрып тамағын урып деп солай оразаны сөйтіп ойлап жүрмін да, бірақ әрбір күні үлкен жақсылық бар бұл жерде. Біз енді айтып кеткізе алмай жатырмыз, бірақ өте үлкен жақсылық бар. Сол үшін бұл Құдайдың белгілеп қойған парызы болғандықтан адам ерекше мән беріп Рамазанның түндерінде ниет қойды. Ең әдемісі кешке ауыз ашқан кезде, ауыз ашып бола салысымен Раббым ертеңгі күннің оразасын ниет қылдым деп қойса болды. Ұйықтап қалса да ол адам, сәресіне ұйықтап қалса да кеше кешкісін айтқан ниеті жарай береді. Кеше күндізгісі болмайды, бірақ кеше кешкісі немесе сәресіге дейінгі айтылған ниеті
ертеңгі күнгі оразаға жарай береді. Мысал үшін, жұма намазына барған адам, азан айтылып қойды, имам хұтпаға шығып қойды. Ана таяғын ұстап хұтпаға тұрады. Хұтпаға шығып қойғаннан кейін намазға кіріп кеткен кезде ендігі келген адам намаздың екінші ракатына, бірінші ракатына үлгерсе де ол жұмаға үлгерген болып есептелмейді. Жұмаға үлгерген есептелмейді ол адам. Өйткені ол жұма ол белгілі нәрсе. Аптасына бір-ақ күн ол адам жұмысын, бүкіл шаруасын ыңғайлап, соған турлап қою керек еді. Міне сол үшін сол сияқты Рамазанның әрбір күні де жұма намазы сияқты сондай бір маңызды күн. Бір аптасы, екі аптасы емес, әр күні маңызды. Ораза. Жұманың құтпасы парыз болған үшін ба сонда? Жұма аптасына бір-ақ келеді ғой, бір-ақ. Сол жұмада жұрттың бәрі құтпаны тыңдаған кезде ұстаздар айтады, ғалымдар айтады. Имам құтпаға шыққан кезде жамағатқа қимылдау болмайды екен. Қимылдауға, алдында жатқан бірдеңемен ұстап ойнауға қимылдамай тыңдайды. Керек болатын болса құтпада пайғамбарға салауат айтатын болса да ішінен айтады, дауыстап айтамайды. Ана салауаттың өзі керек болды. Соншалықты WhatsApp-қа кіріп, мен намаздамын, кейін хабарласам дегендер ше. Ол егер намазда тұратын болса, намаз бұзылып кетті. Ал құтпада имам құтпа оқып жатқан кезде анау айтатын болса, ол құтпаны құрметтемеді. Жұманың ең керекті дүние болған дүниесін құрметтемеген болады. Міне Рамазанның да бір айының әрбір күні осындай құрметті. Рамазан айының әрбір күні осындай қасиетті құрметті. Машалла. Алла разы болсын. Анау нені уақыты жайлы кішкене айтсаңыз да, мысалы мынандай сұрақтар болып жатыр. Біз енді қазір мынау азан KZ дегеннен көріп, сәжде KZ-тен көре беретін болдық қой. Айқайлайды, кірді деп. Соны айтады, кейбір жерлер мысалы үшін осы азан жоқ бізде, азан KZ жоқ, мешітте азан айтылмайды. Енді біз қалай білеміз, жаңа бізде кесте жоқ. Мысалы үшін кесте жоқ адам. Сәресінің біткен уақытымен күннің ашатын, жаңағы ауызды ашатын уақытты қалай білеміз? Міндетті түрде азанды естуіміз керек па? Жоқ әлде бір кісілер мынандай тіптен мынандай сұрақ қояды. Шам намазын оқып болып ашу керек дейді. Азан айтып болып ашу керек дейді. Осы жаңа сәресінің уақытысы мен шамның уақытысын айта кетсеңіз де, мысалы үшін сәресінің уақыты сәжде кезетте 5-те 10 деп қойған болса, қай уақытқа шейін жаңағы жабуға болады? Жалпы бір қызық дүние бар. Мынау космосқа ұшатындар, ғарышқа ұшатындар бар ғой. Сол оларда біз сияқты уақыт жоқ қой. Бұл кезде олар 5 уақыт намазды Қазақстанның 5 уақыт намазына, яғни Байқоңыр жақтағы, сол жерде 5 уақыт намаз қалай кіреді, сонымен космоста сонымен намаз оқиды екен олар. Соңғы керемет деймін де біздің елде. Тура сол сияқты баяғыда біздің бабаларымыз таң ату біліне бастағаннан жаңағы пайғамбар өзінің арнайы сахабалар азан айтып таңның кіргенін білдіріп отырған. Олар азан айту бастағанда тоқтатқан сәресі ішуді деген сияқты. Ал енді қазір енді ешкім далаға шығып алып қарап отырмайды, қара жіппен ақ жіпті ұстап отырмайды. Технология дамыды. Өзінде ораза кестесі болмаса да әр қаланың адамдары өзінің ораза кестесі болмаса да сол жергілікті жердің мешіттерінен барып қолмен жазбаса да сұрап біліп алуға болады сәресінің уақытын. Мысалға бізде Шымкентте 5-тен 22 кеткен кезде таң намазы кіреді. Бірақ тура 5-тен 22 кеткенше ішіп жеуге болады деген сөз емес. Оған дейін біздің муфтиятымыз ескертіп қояды. Оған дейін бір 10 минут бұрын тоқтатып қойыңыздар дейді. Таң намазының кіруіне 10 минут қалғанда тоқтатыңыздар дейді сәресіне. Өйткені сәресті ішіп отырып, анау азан айтылып кетсе, 5-тен 22 кіріп қойса, одан сәл асып кеткен болса, мысалға, ол кісінің сол күнгі оразасы жоқ мысалы. Қайттан ұстау керек ертең, айттан кейін. Сондықтан 10 минут бұрын тоқтатып, ниетін жаңартып, жаңағы тоқтатып жатамыз. Ал енді кешке ауызашар кезінде күн бата салысыменен ораза ұстаған адам бірдеңе ішіп жеп ашса да ашылады, ештеңе ішіп жемесе де күннің бата салуымен біздің тілмен айтқанда қазіргі уақыттағы
автоматты түрде ауыз ашылып кете береді. Ол азан айтылғаннан кейін ауыз ашам дейтін болса, ауыз ашатын уақыт өтіп кетті. Ауыз ашылып қойды ауыз. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, ауыз ашуға асығыңыздар дейді. Сонда егер азаншы шам намазының азанын уақыты кіре салысымен минут секундымен қарап айтатын болса, онда Аллаху акбар деп басталуымен-ақ ауыз ашыла береді. Осы кезде адам суын ішіп немесе құрмасын жей берсе болады. Енді ана біз мына дүниені айтпай кетіппіз. Сәресінің жаңағы ең әдемісі мынандай болады. Сәресіге тұрғанда күні бойы шөлдемей жүруіне, жаңағы бір оразасының бір әдемі өтуіне мына бір дүниелер себеп болады. Қазір Құдайға шүкір, көп адамдар осыны халыққа ескертіп айтып жатыр. Мысалға, 5-тен 20 кеткендерде бізде Шымкент өңірінде таң намазы кіріп кететін болса, біз шамамен 4-терде тұрғанымыз дұрыс болады екен. 4-терде тұрып, дәрет алып аламыз. Сосын бөлменің температурасындағы қайнамаған сулардан, жылы сулардан 1-2, немесе мынау сорпа ішетін кесе дейміз, қымыз ішетін кесе дейміз. Сондай кесемен бір кесені кемінде осыны бірінші ішіп алуымыз керек. 3-ке бөліп та, бірден суды, бір кесе суды бірден қопарып ішетін болса, өкпеге су кетіп қалады. Біздің ислам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 14 ғасырдан айтып қойған, суды 3-ке бөліп ішіңіздер деп, ортасында ауа кетсін деп. Сонда 3-ке бөліп ішіп алғаннан кейін енді 20 минут немесе жарты сағат ештеңе ішіп жеуге болмайды. Еш нәрсе ішіп жеуге болмайды. Осы кезде не қыламыз енді, дастарханда сәресі тағам дайын болғанша жарты сағат бойы не істейміз десе, жаңағы адам енді тахажжуд намазын оқымаса әдемі болады. Сол тахажжудты оқып, асықпай, дүниеден өткен кісілерді еске алып, дұғасына қосып, тірі жүрген кісілерді еске алып, амандығын сұрап, анау ауырып жатқандарды еске алып, мына жақта бала шағасының ризық несібесі бар дегендей, көрші қолаң, ағайын туысқан, енді ана кейбір жігіттер бірінші қайын жұртын қосып жатады, бірақ ана нағашыларын да ұмытпай, дұғаға қосып, амандығын тілеп, жаңағыдай. Сөйтіп дұға қылып отқан кезде сәресінің тамағы да дайын болады үйінде. Егер әйелі тұрса да ұйқысынан сәресі дайындауға егер. Болмаса өзі барып дайындайды ғой сәресіне. Міне солай, мысалы 4-те тұратын болса, ол суын ішіп алғаннан кейін 2 рәкат жаңағы тахажжуд намазын оқып, әбден дұға жасап алып, әлі сәресінің бітуіне әлі жарты сағат уақыт болады сол кезде. Міне жарты сағатта асықпай бұйырған ас суын ішіп, кейін дұғасын жасап, намазына кіре береді. Бірақ осы жерде бір ескерте кететін нәрсе халқымызға, біздің мұсылмандарымызға, көп адамдар былай жасайды. Таңертең аш қарынға су ішпейді, бірден басталып тамаққа отырады, дастарханға отырады. Сөйтеді да, тамақ шайын ішіп, бұйырған асын ішіп алады да, артынан бір кесе суды қопарады ғой жаңағы. Кешке дейін шөлдеп қалмайын деп. Осы тамақты ішіп бола салысыменен бірден ішілген су адам денсаулығына зиян береді. Түкке пайдасы жоқ оның. Үлкен зиян береді ол. Сондықтан алдында ішіледі ол су. Соңынан емес, тамақтан кейін емес. Соңынан ішіледі. Алдында ішіледі. Соңынан су ішпеңіздер. Тамақ ішіп алыңыздар, бір кесе, 2 кесе шайымен, артынан су ішпеңіздер. Енді оның өзіне бөлек пәленбай уақыт әңгіме айтуға болады. Қысқасын айтқанда, тамақтан кейін су ішуге болмайды. Алдында ішкен су жетеді, күні бойы шөлдемей жүргеніне, Алла тағаланың қалауымен. Ал кешке ауыз ашарда, ол мүмкін болса, құрма тапса, құрмамен ауыз ашу керек. Ал құрма таппаса, тағы да солай. Жылы қайнамаған сумен ашып, тағы да бір 20 минуттай ештеңе ішіп жемеген дұрыс. Осы кезде біз ақшам намазын оқып аламыз, асықпай тәсбihімізді тартып, дұғамызды айтып аламыз. Одан кейін барып, дастарханға отырсын. Міне керемет ораза болады осы нәрсе. Біз Қажеке ол шам намазында ассалаумағалейкум бір жағын отырып береміз де, екінші жағын тұрып кетіп барады береміз ғой. Дастарханға қарай. Дұрыс қой, басқа біреулер жеп қоймасын, мен ризығым деп ойлап қалатын шығар кейбір кісілер. Алла разы болсын. Былайша айтқанда, тахажжуд оқуға да үлкен мүмкіндік екен ғой бұл. Сол. Қажетіңді сұрап алатын Алланың құдіреті. Одан кейін мына сұрақ Қажеке. Былайша қызық сұрақ сияқты, бірақ қойылады ше. Біз кейбір кезде кейбір адамдар бір сұрақты қойсаң, өзі біледі ол сұрақтың жауабын, сөйтеді ұрсады.
Басқа сұрақ құрып кетті ма, бұны білеміз деп. Бүкіл халықтың миы бір өзінің миында сияқты көреді да енді. Көреміз да өзіміз, сондаймыз ғой. Бір кісі былай дейді, Шымкентте, мысалы үшін, 5-те ораза азанда сәресі бітеді. Алматыда 4:30-да бітеді. Кешке Шымкентте 6-та ашылады, Алматыда 5:30-да ашылады. Алматы жарты сағат кейін жүреді да. Сонда мынандай сұрап жатыр. Біз Шымкентте ораза ұстады ғой енді. Сонда Алматыға барған кезде қай уақытпен ашамыз дейді да, Алматының уақытымен ба, жоқ Шымкенттің уақытымен ба дейді да. Ол жерде барлық адам былай түсіну керек. Кім қай жерде тұрса, сол жердің уақытымен аузын ашып, немесе сол жердің уақытымен сәресін жауып отырады. Мынандай да бір қызық болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи заманында күн батты ма деп сұрайды. Бір адам жерде тұр, бір адам түйенің үстінде тұр. Осы кезде жерде тұрған адам күн батты дейді. Түйенің үстінде тұрған адам айтады, күн батқан жоқ дейді. Ол биікте тұр ғой. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи жердегі адамның үкімі алынады деп айтқан. Сондықтан қай қалада тұрсаңыз да, анау бірінші этаждағыларға күн батса, 25-ші этажда отырған адамға күн батқан жоқ дегенмен ол есептелінбейді. Ана бірінші этаждағыларға күн батты ма, 25-ші этаждағыларды аузына аша береді. Сол жерде күн батса болды. Жердегі адамдардың үкімімен алынады. Яғни Алматыда тұрған адам Алматының уақытымен аузын аша береді. Онда Қажеке Шымкентте ауыз бекітіп, Алматыға барып ашқан жақсы екен да, уақыт азырақ болады. Жарты сағат бұрын ашады ғой. Машалла. Алла разы болсын. Енді мынау әйел адамдар да сұрап жатады. Бұл осы Рамазанға қатысты сұрақтар болған екен, қоя берсек қалай болады? Бір келіншек былай деп жатыр. Мен баласы бірге толмаған әлі кішкентай бала емізулі. Осы ораза ұстағым келеді, сол үшін мен баламды жаңаға сүтті су алдырады дейді ғой, су алдырады, сүт қайтарады екен ғой. Солай су алдырып жатырмын дейді. Өйткені анау емізулі кезде ораза ұстауға болмайды екен ғой деп біреу енді осылай қатты жауап берген ау деймін. Осы емізулі әйелдердің оразасы жайлы кішкене айта кетсеңізші. Ол өзі оразада сыртқа шыққан нәрсе оразаны бұзбайды ғой. Сол үшін емізулі әйелдер баласын емізген үшін оразасы бұзылмайды. Машалла. Толықтай оразасын ұстай берсе болады. Алла тағаланың өзі жәрдем берді. Енді осы әйелдердің бала емізу дегеннен кейін бір сөз еске түсіп кетті. Жақында мынау WhatsApp-тан тарады ғой енді. Бұрынғы әйелдер, бұрынғы әжелеріміз біздің баласын емізіп отқан кезде баламен сөйлеседі екен. Балам, сен ертең елді қорғауың керексің, елімізді қорғауың керексің. Ертең қиналғандарға жәрдем беретін адам болады деп ойлап отырмыз. Жетім жесірлерімізге қарасатын адам болады деп ойлап отырмыз деп баласын емізіп отырып сөйлеседі екен. Сосын олардың барлық баласы жау шапқанда жерімізді қорғап, қиналып қалғандар болса, оларды қуантып, жетім жесірлер болса, жұбатып, солай қызмет жасаған екен. Ал енді қазір енді кейбір әйелдер, енді бәрін айтамаймыз ғой, кейбір әйелдер баласын емізген кезде ертерек ұйықтап қалса екен деп емізеді екен да. Сосын ертерек ұйықтап қалса телефон шұқылайды, телевизор қарайды, ұйықтап алады, шайын ішетін, біреумен сөйлесіп алатын шығар. Ананы емізіп отырып, бала ұйықтап қалса екен деп отырғаннан кейін, ол бала ертең өскеннен кейін ұйықтап өтеді екен. Бұрынғы уақыттағы шыққан Құнанбай ақсақалдар, Абай аталарымыз, Ыбырайлар, сондай жақсылар шықты ғой. Сол жақсылар неге сол әрбір адамның отбасына неге шықпасқа? Бәрі өзіміздің қолымызда екен ғой сол күні. Сондықтан қазіргі Алла тағалам бала емізетіндей жақсылық берді ма, перзент берді ма, көкірегінен Құдайдың берген мейірім мен сүт шығып жатыр ма, соған шүкір етіп, енді осы перзент
елдің еңсесін көтеретін перзенттерден болса екен деп емізсе, Құран оқып отырып емізсе, болмаса телефондарына Құран жүктеп алып тұрып емізсе, ертең ол міндетті түрде елдің қызметінде болатын, ризық несібесі мол, ақыл парасаты керемет бір берекелі ұрпақтардан болып өсіп, ол міндетті түрде ол. Міндетті түрде ол. Одан кейін тағы бір мәселе, енді мына біз Рамазан айын мереке деп қабылдауымыз керекпіз. Мереке, мейрам. Өйткені Рамазан айында адамдардың ұстаған оразасы қабыл болатын болса, ол тозақ отынан құтылады. Тозақтың отын бір мына дүниедегі кейбір нәрсені ақшамен сатып алатын сияқты дүние емес қой енді ол. Алла тағала уәде берген. Рамазан оразасы ұстаса дейді, ол қабыл болатын оразасы ұсталған болса, ол тозақ отынан құтылады дейді. Міне қандай жақсылық беріп тұр Алла тағала. Міне сол сияқты осы Рамазан айы мереке, мейрам болып есептеледі мұсылмандар үшін. Міне таңертең ас дайындап жатқан әйелдер, келіндер, қыздар, жеңгейлер, апалар, немесе кейбір ер адамдар сәресі дайындап жатады. Міне қандай керемет сауапқа батып жатады. Осы бүгін күні бойы ойланып жүрдім. Енді елдің арасында білеміз ғой. Қалада, неше түрлі ауылдарға барамыз, қанша адамдармен кездесеміз. Сонда кейде мына ораза емес кезде, кейде енді орысша айтқанда әбет дейміз. Кейде кейбір жігіттермен түстік ішіп отқанда, ой таңертең еш нәрсе ішпей жемей кетіп едім, қарным ашып қалған екен ғой деп әңгімесін айтып, түстік тамақ ішіп отырады. Енді оны білеміз, ол үйде келін бар екен білеміз, оның әйелі бар екен білеміз. Сонда кейбір әйелдер сол таңғасын күйеуінің таңғасын беруден, немесе сәресі дайындап беруден шаршап ұйықтап жатып қалады екен. Сонда ана күйеуі таңертең кетеді, ораза болса да жұмысқа, кешке дейін неше түрлі жұмыстарын жасап, әбден сәрес ішпеген, таңғасын ішпеген мысалға. Сонда ол күні бойы еңбек жасап келеді. Тапқан туянған сол әйел бала шағасын алып келеді. Енді бұл қалай болады енді бұл? Күні бойы еңбек жасап жүрген ер азаматының таңғасын тұрып бере алмаған әйел, енді ауырып қалса жарайды. Мысалға. Ал сол таңғасын дайындап бере алмаған, сәресін дайындап бере алмаған әйелдер қандай әйел болып есептеледі? Ол өз ер азаматының қадірін білмеген, ер азаматының еңбегін бағалай алмаған, ол әйелден ертең елдің еңсесін көтеретін перзент қалай шығады одан? Ертең күйеу екеуін құрметтеп сыйлайтын перзент қайдан шығады ол? Ал енді міне Құдайға шүкір, ер азаматым бізді асырап бағып отыр ғой деп, сәресіне асын дайындап, күйеуінің жақсы көретін асын дайындауға кірісіп жатқанын көрген бала шаға, сол кісінің жағдайы жақсы болса екен деп жүгіріп жүрген көрген, анасының сол жүрісін көрген бала шаға ертең қандай бала шаға болып шығады? Ол әкелеріне артық сөз сөйлемейді, өйткені анасының жүгіріп жүріп қызмет қылып жатқанын көреді ол балалар. Ұл болсын, қыздар болсын, осы нәрсені көреді. Сол үшін бұл Рамазан айы мейрам, мереке, Рамазан айы сәресіне ас дайындап жатқан әйел балдары, болмаса перзенттері, сол ораза ұстайын деп тұрған адам сәресі келіп отырғаннан кейін қараса, мына бір нәрсені жасап қойды, ана бір дәм тамақ істеп қойған, мына бір керемет қайнап тұр. Сонда ол адам шын жүрегімен ықыласымен, о айналайындар деп рахметін айтып, дұғасын жасап отыратын болса, 100% қабыл болатын уақыт өсетін, өнетін тірлік қой адамдар. Міне қандай керемет осындай. Міне сол үшін де әйел кісілерді біз түсінеміз, жұмысы көп, түнімен баласы жылайды, киімін жуады, үй тазалайды, басқа тірліктер, кейбір әйелдер бар, күндіз жұмысқа барып келеді. Кешке қарай бәрін үлгерген ол, тамағын істеп, киімін жуып, басқа нәрсесін істеп. Міне сондай бір апаларымыз, жеңгелер, келіндер шаршап жүрсе де, мынау үйдің отағасы, отбасы, енді күні бойы ораза ұстайды ғой деп, неше түрлі дәм тамағымдарын дайындап, сәресі беріп жатады. Алла өмірлеріне береке берсін. Ризық несібесі мол болсын. Енді сондай еңбек қылды ма, оның енді жақсы жағынан оның сыйын көреді. Алладан береді оған. Мына дүниеде де береді, арғы дүниеде де береді. Ол кісіге сондай сыйлығын. Рамазанды құрметтеп, отбасын жағдайын ойлап жасап жүрген сондай келіндерге, жеңгейлерге, қарындастарға, әпкелерге Алла разы болсын айтамыз. Үлкен рахмет. Алла разы болсын. Мынау
Қажеке, осы денсаулыққа байланысты да осы сәресі ішудің, ауыз ашудың жолдарын айтсаңыз да, өйткені өзімізде мысалы үшін жаңағы ораза ұстаймыз да, кейбір адамдар салмақ қосады керісінше. Кейбір адамдар айтады, ораза ұстадым, бірақ денсаулығым керісінше кетті деген сияқты. Бірақ бір жігіт бар еді, бір досымыз. Сол айтады, асқазанында язва бар еді, жылда барып емдететін дейді. Осы ораза ұстағаннан кейін сол язва тоқтады дейді да. Осы оразаның біреулерге денсаулыққа пайда жағынан кетіп жатыр, біреулерге зиян жағынан кетіп жатыр да. Соның айырмашылығын айтып берсеңіз. Енді барлық нәрсе ниетке байланысты. Біз өзіміз қалағаннан бұл өмірге келген жоқпыз. Бұл өмірге келгіміз келді, келе салған жоқпыз. Алланың қалауымен келдік. Кейбір кісілерге Алла тағала ауру береді. Ауру бергенде өзін еске алу үшін, Құдайға жақындау үшін береді екен. Оны енді біреулер түсінеді, біреулер түсінбейді. Мынау егер намазды ниетін дұрыстамай намаз оқитын болса, ол әшейін бір жаттығу болып қалады. Ал оразаны Құдайдың разылығы үшін деп ұстамайтын болса, ол әшейін ашығу болып қалады. Шифа беруші тек Алла тағала. Ол анау егер бір адамның асқазанында язып болса, негізі көп адам ұстамайды. Менде язып бар, маған ұстауға болмайды деп өздері солай шешім қабылдап жатады. Ал анау жәндегі язбысы бар, жазып кеткен азамат, ол Алланың сыйы Рамазаннан құр қалмайды деп ауру болса да, мен ораза ұстаймын деген әшейін ниет үшін ақ Құдай шипа беріп қойған болуы мүмкін. Сол үшін ақ беріп қойған болуы мүмкін. Ниетке байланысты ғой барлық нәрсе. Сол үшін біз Рамазан айы келді ма, Раббым осы айға жеткізгеніне шүкір. Енді осы айда толық ораза ұстап шығуымды нәсіп етші деп Алладан көп сұрауымыз керекпіз. Толық ұстап шығуды нәсіп ете көр. Қабыл болатын оразадан болу нәсіп ете көр деп бірінші біздің уайымыз сол болу керек. Біріншісі. Анау арықтау, денсаулық түзету деген нәрсе ол бірінші тұрмау керек. Бірінші ниет тұру керек. Бірінші. Сол кезде ғана оның оразасы денсаулыққа да пайда береді, денедегі керек емес шылақтардың да кетуіне енді осы себепкер болады. Егер мақсаты, ниеті Құдай риза болсын деп ұстайтын болса. Содан кейін ғой имамдарымыздың, ұстаздарымыздың, бүкіл молдалардың ниеттерімізді дұрыстайық, мәселе ниетке байланысты деп қайта-қайта айтады. Сол үшін Рамазанның әрбір күніне біз бұрын енді Алла кешірсін, біз анау 20 жыл бұрын ауылда осы имамдықты бастаған кезде бір ай оразаға ниет қылып қойсаң болды, күніге ниет қыла беру шарт емес екен, бір ай басында ниет қылдым, сол жетеді деп талай айтқан екенбіз. Енді кейін кітап қарап отырмыз, ұстаздарға жолығып отырмыз, сөйтсек олай емес екен. Әр күнге бөлек ниет қылу парыз екен. Демек енді адам ойлану керек та. Енді адам ойлану керек. Не үшін әр күні түнде келіп жатқан оразаға әр күнге ниет қылу керек сөйтсек, басты нәрсе сол екен ғой. Басты нәрсе. Алла ризалығы үшін деп ниетімізді жаңартып отыруымыз керекпіз. Міне сол кезде ол шипа әрі пайдалы болады. Сосын жаңағы кейбір адамдардың артық салмақ қосып алатындар біріншіден тамақты ішіп бола салысымен бір кесе су ішетіндер, бұлар артық салмақ қосады. Өйткені тамақ қорытылатын, былай түсіндіріп айтып көрейін енді. Мысалға адамның қуысынан адам тамақты жегенде шайнау керек. Біраз уақыт шайнау керек қой. Шайнағанда адамның мына ауыз қуысынан бөлінетін сілекейлер бар. 200 грамм тамақ жейтін болса, сол 200 грамм тамақты қорытылуына себеп болатын сілекей бөлінеді. Егер 400 грамм, 500 грамм тамақ жейтін болса, 400 грамм, 500 грамм тамақты асқазанға түскеннен кейін қорытып жіберу керек болған сілекейлер түседі. Ал енді тамақ ішіп бола салысыменен жаңағы 400-500 грамм тамақ жейтін болса, соған қорытуға арналған сілекей бөлінген. Біз келемізден бір кесе суды қопарып іше салатын болсақ, ана тамақты қорыту керек болған сілекейдің бәрі жоқ болып кетеді ғой сумен. Сосын ол тамақ денеге жайылып кетеді екен. Ол дәретке басқа жаққа кетпейді екен. Ол денеге жайылып кетеді екен. Содан адамдар артық салмақ қосып жататын сол. Мына әсіресе қарны шығып кеткендер, денесі ісініп жүргендердің көбісі сол тамақтан кейін су ішетіндер. Тамақтың алдында су ішпейтіндер. Одан кейін тамақты шайнамай жейтіндер. Тамақты шайнамайды,
жұта береді ғой бізде. 1-2 шәне исында жұта берсең, қасындағы адам бәрін жеп қоя ма деген уайым бар ма, білмеймін ғой. Ана бір табаққа отырғанда 2-3 адам бірге қосып жейтін болса, аналар бәрін жеп қоя ма дей ма? Шайнамай жұта береміз біз. Соның бәрі денеге жайылады. Ол дәретке кетпейді, оның бәрі. Ол денеге жайыла береді. Сосын артық салмақ, анау аяқ, Алла тағала бізге аяқты бергенде адамның бойымен есептеу керек. Мысалға, 1,70 бойы 1,70 шығатын адамдардың денесі кемінде 65-70 килограмм болу керек. Мысалы, ең әдемі салмақ сол. Ал оның Құдай тағалам жаратып берген ана 2 аяғы сол 70 килограмм көтеруге арналған. Ал біз келеміз де жаңағыдай тамақты шайнамай жұтамыз, одан келеміз тамақ артынан су ішеміз. Әсіресе мұздай су ішетіндер өздеріне жанашымайтындар ғой. Мұздай қылып су ішеді тамақтан кейін. Дымға пайдасы жоқ осы нәрсе. Сөйтеді анау артық салмақ болады, 70 килограммды көтеруге арналған ана 2 аяққа 100 кило болады ғой, 30 кило артық. Сосын варикоз, басқа да неше түрлі аяқтың аурулар шығады. Сосын ана үлкендер жүреді, докторхананың жаңағы поликлиниканың алдын кезекті бермейді. Көбісі артық салмақты адамдар. Ауырып жүргендердің көбісі артық салмақ. Соның бар айланып келгенде осы. Алла тағала адамдарды өте қатты жақсы көреді. Оны Абай атамыз айтқан ғой. Махаббатпен жаратқан адамзатты сен де сүй, ол Алланы жаннан тәтті. Алла тағала бізді махаббатпен жаратқаннан кейін бізге не пайдалы, бізге не зиян екенін өте жақсы біледі. Сол үшін біз ұмытып, ана нәпсіге еріп, тамақты көп жеп қойғандықтан, дұрыс емес тамақтанып қойғандықтан, мына асқазанның барлығы ауырып неше түрлі дүниеге ұшырап жатыр. Сол үшін Алла тағала бізді жақсы көргендіктен, жылына 1 ай бәрімізге бұйырады. Сосын біз өз-өзімізге бұйырамаймыз ғой, 1 ай ұстай алмаймыз ғой өзіміз. Тоқтап. Негізінде де. Бірақ ұстайтын адамдар бар. Біз 93 жылы медресе оқып жүрген кезде, мен сол кезде бір ақсақалды көргем. 1 жылда 2-ақ күн ауыз ашық болады екен. Ораза айт күні, 1-ші күні, Құрбан айттың 1-ші күні ауыз ашық. Қалған жылдың барлық күнде ораза. Денесінде артық салмақ жоқ. Өте жасы үлкен, сол кезде 70-тің үстіндегі кісі, бірақ жүріп тұруы өте бір жеңіл, бір керемет сондай бір ақсақалды көрдік. Біз енді өзіміз басқа уақытта 30 күн ұстай алмаймыз ғой. Алла тағала парыз ғана екен, солай ұстап қаламыз. Бәріміз бірге. Сонда ол жеңіл өтеді екен, елдің бәрі ұстап жатқаннан кейін ораза. Бұл оразада бір жақсы жері, Алла тағала мұсылмандарға халал болған нәрсенің бәрін тоқтатыңдар деп бізді сынайды ғой, бізді қайтарған. Мына нәпсіне еріп кеткен адам ба, жоқ, нәпсін жеңе алатын ба екен мына менің пендем деп біліп тұрып сынайды екен. Ал осы кезде мен шөлдедім, ұстамай қояйын, қарным ашып қоямай қояйын дегендер, сол нәпсінің Құдайдың алдында қандай екенін көрсетіп жатады екенбіз ғой, біз өз басымыз. Әркім өздері көрсетіп жатады екен Алла тағалаға. Тамақ жеуді байқау керек екен де, ауызашарда, сәресіде. Біз ойлаймыз ғой, көп жесек тоқ жүретін шығармыз деп. Жесек ол шатасады екенбіз ғой. Мына бір жігіттің маған бір кітап берді, Еркебұлан деген сол Түркияда оқып жатқан біздің жиеніміз маған бір кітап берді. 2012 жыл ма, 13 жыл ма берді. Бір мұсылман ғалым жазып шыққан, өзі мұсылмандықтан ғалымдыққа шыққан кісі, және медицинадан үлкен дүние жасап жүрген кісі екен. Сол кісінің еңбегінде кітабында былай деп айтады. Әр адамның өзінің жұдырығы бар ғой, әр адамның өзінің жұдырығы. Әр адам тамақ ішкенде өзінің жұдырығының көлеміндей тамақ ішетін болса, бір отырған кезде сол жетеді соған дейді. Күш болуға, жүріп тұруына, энергия жұмсауына сол жетеді негізінде дейді. Бірақ жете ма бізге? Әр адамның өзінің жұдырығы. Бізде 5-6 жұдырығы. Сондай ғой, бәлен адамдың нетіп аламыз ғой жаңағы. Сосын ол қарны ашып қала ма деген уайым содан кейін көп болады бізде. Алла қуат берсін, Алла разы болсын қажеке. Енді оразаның сауабын айтып кетсеңізші енді. Оразаның сауабы жайлы айтып кетсеңізші. Ауызашарда дұға бар деп естимін, сол жайлы айтып кетсеңізші. Енді оразаның сауабын енді елдің барлығы жақсы біледі. Мен көп айтам, мына қазір адамдар садақа бермесек те телефонның мегабайтын толтырып жүретін болдық қой жаңа.
сол мегабайт толтырбағаннан кейін интернеттен неше түрлі ұстаздардың, ғалымдардың, біздің басқа да елдегі ғалым ұстаздардың интернеттен неше түрін тыңдап жатыр. Енді болса да оразаның сауабын мен айтамайын, оны мен көпшілерді айтамай деген. Өйткені оразаның сауабын Алла тағалам өзі берем деп айтады екен. Сол Құдай тағалам қандай рахымды да мейірімді. Ал енді ауызашар беруге асыққанымыз жақсы болады. Бір адам болса да, екі адам болса да, Алланың разылығы үшін ауызашар берейік, ауыз аштырайық. Сол ауызашарлардың ішіндегі кейбір қиналып жүргендерді ұмытпай оларды да қосайық ауызашарларға. Тек қана жағдайы, тамағы жеткілікті болған ғана өзіміз жақын араласатын ғана кісілерді шақырамыз ғой негізінде. Бірақ менің ойым ауызашар берген кезде тек қана ішіп жеп кетпестен, сол жерде бір жақсы әңгіме айтылатындай мүмкіндікті қарастырғанымыз жақсы болады. Сол кезде көршілерімізден ораза ұстамаған кісі болса да, соларды шақыра берген дұрыс. Анау мұсылмандарды көріп, ораза ұстағандарды көріп, мүмкін қызығып, арбай ораза ұстап кетуіне себеп болып қаламыз. Әйтеуір оразаның әрбір күнін бір жақсы амалдармен өткізуді, пайдалы өткізуді, көптен адамдар ораза ұстап келе жатыр, бірақ жылдағысы бәрі бірдей кетіп жатыр ғой. Бірақ осы биылғы оразаны бір ерекше қылып өткізейікші Алланың қалауымен. Соған бір ниет қылып, барымыз салып, білгенімізбен бір-бірімізге айтып ескертіп отырып, бір жақсылықпен өткізуді, ерекше өткізуді Алла нәсіп еткен болсын баршамызға. Алла разы болсын. Алла разы болсын, Арсана. Біраз отырып қалыппыз, сағынып қалдық сіздер. Енді бір күнде барлық сөзді айтып біте алмаймыз, сөз бітпейді. Осы оразаның ішінде осы телеэфирге шығып, сұхбаттасып тұрсақ, осы оразаның тағы айтылмаған мәселелер өте көп қой. Сол жайлы осы сұхбаттар жасап тұрсақ, уақытыңыз табыла ма? Кешке. Алла нәсіп етсе болар, ол да. Алла разы болсын, өздерін көп қалдық, Құдай білімдерін арттырсын. Мына біздің Қазақстанның азаматтарының сыртта білім алып жатқан бәрін білімдерін Алла тағала арттырсын, зейіндерін арттырсын. Көптеген білімдер алып келгеннен кейін елімізге толықтай таратуын Алла тағала нәсіп етсін болсын. Құдай елімізге тыныштық, амандық берсін. Мынау тыныштықтың қадірін білейік, еліміздің қадірін білейік, денсаулықтың қадірін білейік, үйдегі әйел бала шағаның, ата-ана, бауырлардың қадірін білейік барымызша. Құранға көңіл бөлейік. Оразаның ішінде кім бар, кім жоқ. Бәрімізге толық ораза ұстап шығуды Алла нәсіп еткен. Соңғы жағы айтқаныңыз естілмей қалыпты, Арсана. Жоқ, Құдай амандықпен кездестіруге жазсын, қабыл болады, ораза ұстап шығуды нәсіп етсін, ауырып жатқандарға Алла шипа берсін, сабыр берсін ауырып жатқандарға. Сұрақ қалатын нәрсеміз көп Құдайдан. Осы оразада дұрыс дұға қылып нәсіп етсін бәрімізге. Алла разы болсын. Осы ораза жайлы бір ұстазымыз жақында ғана айтып еді осыны. Ораза ұстаушылардың үш түрі болады дейді да. Сол біріншісі жаңағы бұл қарапайым ораза дейді. Бұны біздің ұстайтынымыз негізі қарапайымы дейді да. Қарапайым деген не? Жаңағы ауызды бекітеді екен да, бірақ басқа еш нәрсе бекітілмейді да. Ол адамда осы бір ай оразада өзгеріс тек қана тамақ ішпейді болды. Басқа ешқандай өзгеріс жоқ. Жаңағы ашық-шашыққа қарай береді, ғайбат айта береді, өтірік айта береді, өтірік тыңдай береді, ғайбат тыңдай береді. Өзгеруге деген жаңағы талпыныс жоқ. Бұл кәдімгі қарапайым ораза деп жатқаны, адам оразаның парыз екенін біледі да әйтеуір. Бірақ ары қарай жоқ, тек осыны біледі, тек соны орындайды дейді. Бұл қарапайым ораза дейді да бұл енді. Бұны не дейді? Ғалымдар бұны ол адам тек оразаны мойнындағы қарызынан ғана құтылады, бірақ сауабын ала алмайды деген екен. Екіншісі жаңағы бұл осы міне парыз ораза негізі осындай болуы керек дейді. Екіншісі бұл сол анау ағзаны да қорғайтындар дейді.
негізгі парыз ораза осы екен дейді да. Ол қандай десе, ол аузын тамақтан қалай тияды, ғайбаттан аузын солай тияды дейді. Көзін тияды, құлағын тияды. Керек десең, мұрынымен бөтен иіскеуден де қайтарады. Не дейді? Бүкіл ағза ораза ұстайды дейді да. Ол адам парызынан да құтылады, сауабын да алады. Және оның денесіндегі бүкіл ағзасындағы бүкіл дене мүшелері оның сауап алады. Өйткені олардың денсаулығы жақсарады дейді да. Соны айтады, негізгі адамдарға парыз етілген ораза осы еді дейді. Ал енді үшіншісі бар екен оразаның. Бұл ораза әр адамға парыз емес дейді. Бұл әулиелердің оразасы дейді. Ол қандай десе, ол адам ағзаларын жаңағы харамнан тияды ғой. Ораза ұстатады ғой бәрін. Бірақ біз парыз оразамызды өтеп жатырмыз, бүкіл ағзаларымызды дұрыс емес нәрседен тыйып жатырмыз, бірақ көшеге шығып тірліктерімізді жасап жүрміз ғой. Әулиелердің оразасы қандай десе, ол адамдар осы ораза келген кезде мынау дүниені тәрк етеді дейді. Не дейді? Өзіңіз қарасаңыз, Рамазан айында әр амал 700-ге шейін амал етіледі ғой, жазылады ғой. Олар дүнияви сөзге уақытын бөлмейді дейді. Қимайды. Олар ұйқыға уақытын қимайды. Олар дүнияви сөзге уақытын қимайды. Олар көшеге шығып, кейбір адамдармен, мысалы үшін, былайша айтқан кезде уақыт деген нәрсені масқара үнемдейді дейді. Не дейді? Тіл зікірге отырады дейді. Тіл зікірге отырады. Не істесе де тек зікірмен, өйткені ол адам біледі, бұл нәрсенің 700-ге шейін еселенетінін дейді. Былайша айтқан кезде, мынау дүниеде нәпсіге қатысты нәрселердің бәрін тәрк етеді дейді. Сосын артынан айтады, бұл бірақ парыз ораза емес дейді. Неге десе, бұны әр адам ұстай алмайды дейді. Біз бірақ үшіншісі болу әлбетте керемет, біріншісі болу болмайды дейді. Осы ортаншысын ұстансаң жақсы дейді, жаңағы бәрін тиятын. Сізге Алла разы болсын. Көрермендеріміз қазір көбейіп жатыр ғой. Басында айтқан кезде айтып таныстырдық дегенмен тағы айтайық. Мына бізбен сұхбаттас болып отқан көрермендерімізге айтып жатырмыз, сұхбаттас болып жатқан Сайрам ауданында Құтарыс деген мешітте ұстаз болып, имам болып қызмет қылып жатқан Арыстан деген ұстазымыз, менің ұстазым болады бұл кісі. Өзінің нағашы ағам болады. Бірақ осы дін жағын өмірде жаңа көп жағдайларда осы кісіден сабақ алғанбыз. Осы кісімен сұхбаттас болдық. Арыстан аға, Алла разы болсын, уақытыңызды көп алмайық, сәресіге дайындалуларыңыз керек шығар. Мынау басылып жатқан осы үлкен, мен өзім үшін енді бір рахаттанып қалдым сізді тыңдап. Мынау қазіргі басылған 40-50 минуттық сұхбатымыз бір қымбат дүние деп ойлаймын.